Жастық шақты қалайша ұзартуға болады? Жапонияда адамдар қалайша ұзақ өмір сүреді? Олардың құпиясы неде? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сіздермен бірге пайдалы кеңес каналы. Сіздер үшін пайдалы болатын біздің каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер. Ең жоғары жас ұзақтығы бар елдер тізімінде Жапония көптеген жылдар бойы алда келеді. Жапондықтардың ұзақ өмір сүретінін бәріміз білеміз. Өйткені күншығыс елінің әр 4-ші тұрғыны 65 жас айналасында. Бір қызығы 100 жыл өмір сүрген жапондықтардың саны 60 мыңнан астам. Қартаю процестерін зерттейтін ғалымдар осындай қызықты жайтқа егжей-тегжейлі қызығушылық танытты. Аз ауырып, ұзақ өмір сүру үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Жапонияда бұл ережелер ерекше емес. Әрқайсысының әдеттері адам болмысының бір бөлігін құрайды. Адамның ұзақ өмір сүруіне генетиканың да белгілі бір алар орны бар екен естен шығармағанымыз жөн. Бірақ көп жағдайларда ұзақ өмір сүру салты дұрыс тамақтанумен анықталады. Жапонияда 100 жылдық кезеңнен өткен адамдар құпия емес, және олар да бұл ерекше деп саналмайды. Бұл елдегі өмір сүрудің орташа көрсеткіші 84 жас. Көптеген ғасырлар бойы жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің құпиясы неде? Бірінші қағида: тұзды аз тұтыну. Жапондықтардың дұрыс тамақтанудағы қағидаларының бірі пайдалы тағамдарды қабылдауында, ал порциясы біздің отандастарымызға қарағанда әлде қайда аз. Бұрынғы уақыттарда жапондықтар күніне 40 граммға дейін тұз тұтынды. Бұл жағдай қан қысымы жоғарылау қаупіне және жүрек проблемалары мен қан тамырлары, инфаркт пен инсультқа алып келді. Бүгінгі таңда жапондықтар рационда тұз аз мөлшерде қолданылады. Ұзақ өмір сүрудің екінші қағидасы тойғанынша тамақтанбау. Жапондықтар, әсіресе жапондық қыздар ешқашан артық тамақтанбай, тек 80% тамақтанып, үстелден сәл аштық сезіммен тұрады екен. Бұл туралы салауатты өмір салтын ұстануға тырысатын көптеген адамдар біледі. Диетологтар да шектен тыс тамақтанудың дұрыс еместігін айтады. Шектен тыс жеу бұл біздің денеміздің тез тозуына әкеледі. Жапонияда тағамдар әрқашан кішкене табақтарда беріледі. Бұл ережені барлық жапондықтар ұстануға тырысады. Әр күн көкөністер мен жемістердің кем дегенде 7 түрін пайдаланады. Диетаның басым бөлігі дәнді дақылдар болып табылады, және бұл елде сәнқой қыздар сымбатын сақтау үшін тазартылған ақ қанттан мүлдем бас тартады. Жапондықтардың орташа рационында ең көп тунец, сәбіз, қырыққабат, бұрыш сияқты тағамдар. Үшінші ереже: ыстық тамақтан бас тарту. Біраз уақыт бұрын Жапонияда асқазан қатерлі ісігінен болатын өлім көрсеткіші жоғары болды. Ыстық тамақтарды тұтыну ас қорытудағы патологиялық процестердің дамуына әкелді. Біздің денемізге зиянды тек ыстық тағамдар ғана емес, сонымен қатар ыстық сусындар да әкеледі. Төртінші қағида: жемістер мен көкөністер өнімдері. Жапондықтардың мәзірінде көкөністер мен жемістер, сонымен қатар диетаның негізі балық, тауық еті, өсімдік майы және теңіз өнімдері. Жапондықтар тауық жұмыртқаларын сирек жейді және сиыр етін үлкен мерекелерде ғана тұтынады. Жапон асханасында қант пен сүт мүлде жоқ десе де болады. Келесі 5-ші қағида: пісіру ережелері. Жапонияда қуырылған тағамдарды сирек кездестіруге болады. Жапон асханасында көбірек қайнатылған тағамдар мен пісірілген тағамдарды жиі көресіз. Тамақта асықпай баяу жеу үшін бамбук таяқшаларын пайдаланады. Нәтижесінде жапондықтар бір тағамды орташа мөлшерде 20% аз жейді. 6-шы қағида: физикалық белсенділік. Жапондықтар адамға энергия беретін жиі серуендеу және таңертең келіп пайдалы гимнастика мен түрлі жаттығулар мен белсенді айналысады, және бұл олардың өмірлерінің бір айнымас бөлігі. Қартайғанға дейін түзу қалыпта болу өте маңызды. Бұл барлық органдарға дұрыс қан ағымын қамтамасыз етеді және құлау мен ауыр жарақаттардан болдырмайды. 7-ші қағида: жоғары деңгейлі және қолжетімді медицина. Жапон медицинасының сапасын атап өтпеуге болмайды.
60 жылдары күншығыс елден міндетті сақтандыру жүйесі енгізілді. Сондықтан осы елдің тұрғындарына емдеудің кез келген түрі қолжетімді. Жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің 8-ші қағидасы күннен дұрыс қорғану. Денеңізді ультракүлгін сәулелерден қорғау үшін және кәріліктің ерте келмеуін қаласаңыз, теріңізді күннен дұрыс қорғау ұсынылады. 9-ші қағида депрессияға берілмеу. Қазіргі өмір қарқынына қарамастан жапондық ғалымдар проблемалар мен қиыншылықтарға аз көңіл бөлу керек деп кеңес береді. Депрессияны емдеудің ең жақсы әдісі жиі күлімсіреу. Позитивті адамдармен сөйлесу. Тізімдегі 10-шы құпия көк шай ішу. Жапондықтар шай рәсімін өткізгенді ұнатады. Бұл елдің тұрғындары сыйлық адамдарға көк шай ұсынады. Оның құрамында көптеген пайдалы қоректік заттар бар және бұл сусынның негізгі қасиеті антиоксидант болып табылады. Бүкіл денеге жан-жақты әсер ете отырып, организмнен токсиндерді кетіруге және метаболизмді жақсартуға оң әсер береді. Сусынның компоненттері қамылуға қарсы көптеген созылмалы аурулардың ағымын жеңілдетеді. Көк шай сергітетін әсерге ие. Ұйқышылдықты басады және күш-қуат береді. Сонымен қатар ісінуді кетіруге және зәр шығару жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл емдік сусынды қалыпты тұтыну жүрек-қан тамырлары жұмысына оң әсер береді. Көк шайға жасмин гүлдерін қосып ішу холестериннің пайда болуын тоқтатады. Кәрілікті мүлде болдырмау мүмкін емес. Бұл физикалық процесс ерте ме кеш пе барлық тіршілік иелерінде болуы сөзсіз. Дегенмен де, осы қағидаларды ұстана отырып, қанша жасқа жетсеңіз де жігерлі, қуатты, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Құрметті көрермен, менің видеоларымды 90% адам жазылмай көреді екен. Еңбекті бағалап каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздің бұл аз ғана әрекетіңіз маған өте маңызды және ерекше шабыт береді. Видеоны жақындарыңызбен бөлісіп, комментарийде өз ойыңызды бөлісе кетіңіз. Қолдау білдіріп каналға жазылып жатқан әрбір жанға ерекше алғыс. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы болатын видеоларды жиі түсіретін боламын.